Сіздермен бірге 91 және де отбасы банк. Біз бірлесіп қаржылық сауаттылық бойынша тегін курсты бастауды шештік. Бұл курста біз 5 бейне сабақ өткізетін боламыз. Сонда біз қаражатты қалай дұрыс басқаруға болатындығы туралы және әртүрлі сондай кеңестермен бөлісетін боламыз. Егер сізге осы тақырып қызық болса, бізбен бірге болыңыз, ал біз ақырындап бастай береміз. Сөз Батырханда. Рахмет. Қаражат жинау қаржылық жағынан үлкен маңызға ие. Мысалы, әртүрлі мақсаттарға жету үшін, сонымен қатар жиналған қаражатты күтпеген шығындарды жабу үшін пайдалануға болады. Ол қандай болуы мүмкін? Ол медициналық шығындар, көліктері барлар жол апаттық жөндеу болуы мүмкін, және де жұмыс орнынан шыққан кездері және тағы сондай сияқты бір ситуацияларда қолдануға мүмкіндік береді. Бұл осындай жағдайларда қаржылық дағдарыс пен стресстен аулақ болуға көмектеседі. Мысал ретінде айтайын, мен ең бірінші ақша жинап бастаған кезде біраз сума жинап қалған болатын. Өзінің бір мақсат 500 миллион ба? 500 миллион. Вау десең. Сол кездері мен таксимен жүремін ғой. Көлік жоқ. Бірақ 500 миллион бар. Бірақ 500 миллион бар. Ертең арғыны, оның арғыны не болатынын білмейміз. Мен сол үйдің артында кеп тоқтаған кезде есікті, мен жынды, есікті оң жағынан емес, сол жағынан аштым да, машина жүретін жақты, және де тез аштым бейтім. Сол кездері артта келатқан көлік сол есікті шағып, сондай оқиға болған. және сол соққан машинаның өзінің бір шеті мұзылып қалды. Мен үшін ондай ситуация әрине мүлдем күтпеймін ғой, менде ондай болады деген. Жақында болған емес пе? Қашан бір 2 жылдықта болды. Сол кездері жаңағы жинаған ақшамды мен сол жерге құртуға тура келді. Сол екі жүргізушіге 500 миллион бердім. Жөндеуге 500 миллион бердім. Сол жерде шынымен егер менде ондай жинаған қорым болмағанда, мен үшін ол ситуацияда кішкене қиындау болып қалатын беді. Сондықтан да осындай сәттерде ақша жинау артық стресстен қорғайды сонда. Жақсы. Керемет оқиға. Ал біздің жалпы осы бағдарламамыздың ары қарай екінші жүргізушісі болатын жігіт ол Азамат Ашмақын. Азамат Қайратұлы, сөз сізде. Иә, сөз менде екен. Сөз менде демекші, жаңа сен қор жайында айттың ғой. Негізі қаржылық қор сіздерге акциялар, облигация, қайттан башы. Осын кеспей қойыңдаршы. Яғни қаржылық қор сіздерге акциялар мен облигацияларға, жылжымайтын мүлік және зейнетақы шоттары, депозит сияқты әртүрлі инвестицияларға ақша салуға мүмкіндік береді. Бұл капиталды, яғни ақшаны тағы басқа дүниелерді көбейтуге, болашақта уайымсыз өмір сүруге мүмкіндік жасайды. Ал енді мен келесі көрсететін зат сіздерге өзімнің 2-3 айда болатын күнделікті өмірдегі құртатын шығындарымды көрсетемін. Ол шығындардың тізімі әртүрлі, енді сіздерде де өздеріңізде де жасайтын шығарсыздар. Не жасамасаңыздар, жасаңыздар. Қыса айтқан кезінде бұл тізім бір айда қалай өмір сүруге болады деген инструкция. Мысалға мен үшін жалдап тұратын пәтердің ақысы, екіншісі азық-түлік, үшіншісі көлік. Көлік дегенде мен енді өзім көлігім болғандықтан кейін оның содержаниясы дейді, оның шуы бар, бензині бар, сол сияқты заттары кетеді. Төртінші ойын-сауық. Ойын-сауықта бәріңіз білесіздер, енді әр адам бір айда бір нәрсе болсын демалып тұру керек, өзіне бір демалыс беру керек. Ол мүмкін бір жаққа қыдырып қайту ма, киноға барып қайту болсын, неше түрлі демалыс, оның барлығына шығын керек. Оны жеке бөліп қоймаса, ертең күні керек кезінде ақша таба алмай қаласыздар деген сияқты ғой, оның барлығы. Одан кейін келесі киім-кешек. Мен киім-кешек дегенде кейде бір айда киім алмайтын кезеңдер болады, ол ақша тұрады да келесі айға өтеді. Сөйтіп созылады, қай уақытқа дейін сен киім алғың келеді деген кезде, сол кезде киім алам деген кезінде бар алатындай мүмкіндік болу керек қой. Сен киімге де бөлек бөлесің ба? Киімге бөлек тұрады, бірақ та олай жасамайды екен киімге. Егер де мен бір айда киім алмай қалсам, оны тұрамын да, мысалға азық-түлікке ауыстырып жібере аламын. Немесе оны тұрамын да, жаңағы көлікке ауыстырып жібере аламын. Көп жерден көбірек кетіп қалса, сояққа ойнатып отырамын деген сияқты ғой. Сосын ең бастылардың бірі ол мынау күшті екен сыйлықтар. Сыйлықтар
ол білесіздер, негізі туған күнге көп адам шақырады, тойға көп адам шақырады. Олардың барлығы үлкен шығын. Бармайын десең бай болмайды, барғаннан кейін мықты түрде бару керек демекші. Олардың барлығы шын айтқан кезде үлкен шығын. Негізі көбісі сол жағынан қиналады да, көбісі келмей қояды. Иә. Жинап қойсақ, баруға мүмкіндігіміз көбірек болады. Мысалға міне жаңа жыл келе жатыр. Жаңа жылда білесіздер, бәрі сыйлық алады, неше түрлі бір-бірлеріне сыйлық береді. Ол үлкен шығын негізі айы болып саналады. Одан кейін келесі ай, яғни балдардың мысалға ақпандықпыз біз. Ақпан үшеуміздің туған күніміз. Үшеуінің туған күні бір уақытта болады. Ол үшін мен үшін, ол жеке мен үшін бір уақытта үлкен ауыр ауыртпашылық болып саналады. Себебі бір сәтте жаңа жылмен қоса отырып банкрот болу деген қазірден бастап дайындалып жатырмын мен. Қазірден бастап міне ақшалар болып жатса, мен оны депозитқа салып қойып, сол жерде жинап қойып жатырмын. Сыйлықтар деп. Сол жерде тұрып өсіп, кішкене үстіне процент қосылады, ол да көмектеседі кішкене сол балдардың туған күнін жасап өтуге деген сияқты ғой. Сол себептен сіздер де дайындалыңыздар, және де ақшаларыңызға ие болыңыздар. Өйткені ақшаны көбейтеді, ақшаны үнемдейді дейді ғой. Анда монета теңге төлейді ме? Күшті мақал бар еді, ол мақал білмедім, жарайды. Копейка деньги бережет. Осы жерде айта кетейін, бала сөзді кесіп тастайсыздар, тиын теңгені жасайды. Осылай ғой, иә? Менің арманымдағы үй, оған мен жеке жинаймын, бірақ оны мен басқа депозитқа салам, отбасы банктың депозитында. Ол жерде әр жылдың аяғында бір ай қалған кезде жетпей 20%-ық жылдың аяғында мемлекеттік сыйақы болады. Әрбір жылда ма, жоқ әлде бір жылда бір рет. Бірақ та бір суммадан асып отыру керек. Сол кезде бір жылдың аяғында негізі сол мемлекеттік сыйақы береді. Сөйтіп жинап келе жатырмын. Енді арманымдағы үйді алу менің мақсаттарым бір болып тұр. Ал ана жолдары мен үй алғандай болып едім. Бірақ ол үйдің жағдайы былай болды. Мен алайын дедім, сосын алмаймын деп шешіп, өзім шартын өзгертіп, басқа үй қарағым келіп кетті. Өйткені түсіндім, маған қазақ баласына кең далада өскен жігітке 150 квадраттан көбірек жер керек екен. Бұрындағыдай әйтпесе көкпар ойнаймыз. Әйтпесе қазір уақытта 50 квадрат, 70 квадрат деген ол кішкене біздің халыққа тән емес квадратура екен. Сол себептен мен өзіме 150 квадраттан жоғары стандарт қойдым. Одан ниже қарамаймын деп шештім. Десең да. Иә, әрине Азамат сияқты ақылды болыңыздар. Яғни ол менімен бәстесіп, өзінің 500 мың теңгесін пәтер алу арқылы алып алды. Содан кейін сол пәтерден бірден құтылды. Азамат плюста, Данияр минуста. Жалғастыра беріңіз, Азамат. Иә, кешір бала, мен білмей қалыппын. Кешірмеймін. Ештеңе мен айтқан жоқпын оны. Айтам. Жақында ғана білінді. 500 мың теңгеңді рассрочкамен 12 айға бөліп қайтарып. Тізімің күшті екен. Маған ең қатты ұнағаны және мен жасамайтын ол сыйлықтар екен. Сыйлықтарға мен жоқ, сыйлықтар жасаймын ғой. Ол жасаған кезде қиналып кетемін да, жинамағанның кесірінен. Ойлашы, сен жылына осынша ма адамның туған күніне нақты барам деп ойлайсың да. Соны жобаластырып жинап қоюға болады екен, мен білмеппін. Байқайсың ба, бір адамдар сені туған күніне шақырады, біреу саған сыйлық береді ғой. Сен түсінесің да, мынау маған сыйлық берді, келе сал. Мен де беру керекпін дейсің да. Иә. Список толады. Бір жылдың ішінде, бір айдың ішінде негізі стабильно бір-екі адам туған күні болып тұрады. Мен сол үшін туған күн жасамаймын ғой. Несің андай? Қалжыңдаймын. Жақсы, рахмет сіздің берген кеңестеріңізге. Азамат мырза. Өте сапалы әрі рахмет. Керек кеңестер сияқты. Рахмет. Бұл жерде жүргізушілердің арасында мен қонақ секілдімін, өйткені мен ақша жинап үйренбегем, және де менің айтатын сөздерім өте қысқа. Біріншіден, қаражат жинау қаржылық тәуелсіздікке әкеледі сізді. Бұл толыққанды тұлға болып қалыптасу үшін маңызды нәрсе. Ары қарай табысыңыз сіздің шығындарыңыздан көп болса, бұл сізге күнкөрісті алаңдамай өмір сүруге мүмкіндік береді. Әуде! Рахмет Данияр. Данияр бізге өте сапалы ақпарат тарату үстінде, алайда өзі ешқандай да қаражат жинамайды екен.
Данияр сияқты болма, қаражат жина. Данияр дұрыс емес, Данияр қателік істеп жүр. Негізінде мен бұл жерге былайынша айтқанда сіздермен бірге қонақ болып келіп отырмын десе де болады. Өйткені бүгінгі балдардың айтып жатқан ақпараттарының бәрі менің өміріме жақсы әсерін тигізетін сияқты деп ойлаймын мен. Сен енді қаражат жинайтын боласың ба? Мен енді қаражат жинайтын боламын. Келістік. Қаражат жинау жалпы несиелерден, одан кейін олардың жоғары пайыздық мөлшерлерінен тәуелділіктен аулақ болуға мүмкіндік береді. Ол не дегеніміз? Яғни көптеген адам бізде жалпы несие алады, себебі кез келген нәрселерге ақшасы жете бермейді, оған жинау немесе тағы басқа деген мүмкіндіктер болмауы мүмкін, сондықтан да көбісі бізде несие алып жатады. Ал несиелердің өзінің үстінен қосылатын пайызы бар. Егер де сіздің жеке қаражатыңыз болса, сіз артық қарыздан аулақ бола аласыз деген сөз. Осы және де басқа да факторлар, солардың барлығы өмірдің әртүрлі кезеңдерінде қаражат жинау және қаржылық әл-ауқатыңызды қамтамасыз ету үшін қаржыны мұқият жоспарлау мен басқарудың маңыздылығын сізге үйрететін, көрсететін болады. Сондықтан да мен жалпы негізі өзім осы өмірде десең ешқандай несие алып көрмегем. Ешқашанда қиналып жүрсем де әртүрлі адамдардан әрине қарызға ақша сұрап көргем, бірақ міндетті түрде қарызымды қайтаратынмын. Алайда несиенің ең ауыры бұл жерде ол үстінен қосылатын пайызы. Сондықтан да пайыз қосыла бергеннен кейін маған ондай жүйе аса қатты ұнамады. Сондықтан да ешқашан ондай затқа кірмейтінмін. Егер де бір нәрсе керек болатын болса, андай телефон немесе тағы бірдеңе, бір қымбат дүние сатып алу керек болатын болса, ол кезде мысалы рассрочка деген зат бізге жақында ғана келді ғой. Былай. Бір 10 жылдан асып кетті. Онда мен жақында ғана келді. Бірақ бұрында рассрочка деген нәрсені де білмейтінмін. Сол үшін барынша мақсат егер тұратын болса, телефон алу немесе тағы бір гаджет алу, құлаққап алу деген сияқты заттар болатын болса, мен сол мақсатты қоятында барынша соған ақша жинауға тырысатынмын. Кез келген түскен ақшадан 10 мың теңгеден, 20 мың теңгеден, 5 мың теңгеден жинап отыратын. Бұрында кішкентай андай копилкалар болатын ғой. Сол сияқты жүйемен. Ақыр аяғы әйтеуір сол мақсатыма жетіп, алғым келетін нәрсені алып, сөйтіп жүретін. Қазіргі уақытта арасында жаңағы рассрочкамен қолданам. Алайда соның өзінде де әдет қалып, ешқандай несие немесе тағы басқа нәрселерге тәуелді болмау деген барынша өзім әрдайым бірдеңе төлеуге тырысам. Бірақ егер де ақша жинау деген сияқты ондай ой болмаса, ол заттың бәрі болмас еді деген ойдамын. Бір жағынан мақсат қойып ақша жинап бастаған кезде сенде бір ішкі құлшыныс пайда болады, ынтызарлығың пайда болады екен сол нәрсеге. Азартпен кіріп бастайсың. Ақша жинау саған бір ойын сияқты болып көрініп бастайды да, сен андай жинай бересің, саған тіпті ақша кетірген біртүрлі болып қалады. Керісінше жинаған қызық болып кетеді. Ондай да кезеңнен өттім. Сондықтан да барлықтарыңызға сол нәрсені өз атымнан кеңес берем. Несие немесе тағы басқа нәрселерге кірмес бұрын алдымен ақша жинап көріңіздер. Кез келген сумманы жинаған, ол әркімнің қолынан келеді. 50 теңгеден бастап, 100 теңгеден бастап болсын, 1000 теңгеден 100 мың теңгеге дейін салып отырсаңыз шетке ешқандай да артықшылық немесе кемшілік болмайды. Мүмкін осы әңгімеден кейін қысқаша қорытындылаймыз. Бірінші не? Ақша не үшін жинау керек? Ол сіздің мақсатыңызға жету үшін. Қандай да бір, немесе бір жаңағыдай күтпей қалған ситуацияларда керек болады. Яғни жаңағы қаржылық қор деген ол сіздерді жаңағы керек емес, болмай қалған қажет емес оқиғалардан құтқарып қалу мүмкіндігін береді, немесе керек кезінде қолданысқа салуға мүмкіндік береді. Және де егер де қиналмай жатсаңыздар, бәрі жақсы болып жатса, сіз оны инвестицияға салуға мүмкіндік береді. Яғни қаржылық қор әрдайым әр уақытта болу керек. Ол көбісі айтады, резервный фонд дейді, немесе черный день дейді, подушка безопасности дейді, неше түрлі бола береді. Бірақ оның барлығы сіздердің қолдарыңызда болатын болса, қай жаққа қаласаңыз да сол жаққа сала бересіз. Және айтылып кеткен ой тағы осыған қосатын, ақша жинау ешқашан ерте емес, және ешқашан кеш емес. Сіз 5000 теңгеден, 2000 теңгеден, 1000 теңгеден, 10 мың, 20 мың қанша сала аласыз, сонша уақытында салып отырсаңыз болады. Сол кездер соңында бір уақыттан кейін көресіз қаншама қомақты қаржы жинап қалған. Бұл өте тамаша сондай эмоциялар береді сол кездер. Екінші, жинаудың әртүрлі жолдары бар. Екіншіден,
Мен түсінгенім жалпы негізі қаражат жинау сенің болашағыңды жоспарлауды әлдеқайда жеңілдетеді. Мысалы Эйстің мысалында үлгісінде көргеніміз бойынша ол қаражаты сондай ұйымдасқан, өзінің ертең қалай болатынын, не істейтінін алдын ала біліп отырады. Сондықтан да ол сені алдын ала бір артық стресстен, керек емес уайымнан негізінде алып тастайтын болады. Бұл жерде дағы деген болу керек. Ақшаны жоспарлаңыздар. Қайда құртып жатсыз, қайда құртайын деп жатсыз, мынаған қанша кетіре аласыз, осы жерге осы жол бара аласыз ба, бара алмайсыз ба, соның бәрін жоспарлап азамат сияқты болыңыздар, барлығын тізімге салып жүріңіздер. Кестеге. Бір ретте Шонбай ағамен сөйлесіп қалдық, естеріңде ма? Сол кезде ол кісі айтқан, ең бірінші өнер ол ақшаны жинау деді. Сосын оны сақтап қалу деді, сақтап білу деді. Өйткені көп қазақтар ол кезде айтты, ақшаны көп құртып қояды дейді. Үлкен ақша түссе, оны ұстай алмай құртып тастайды, ол екінші өнер дейді. Сосын соны сақтап үйренгеннен кейін барып, одан кейін көбейту. Көбейтуге өте алмайсың, пока өзің сақтай алмасаң ақшаны, және оны жинай алмайсың. Бірінші жинау этапы, сақтау, көбейту. Сол осы үш этаптың үшеуінде өзінің несі бар, дамуы бар. Шонбайға рахмет, сол ойланып қалдым, содан кейін бастап өзімді жемедім. Өйткені бір ақша түскен кезінде көлік алып тастау керек, үй алып тастау керек, анау деген неше түрлі ойлар, уайымдар келеді екен да. Сақтап, сабырлық сақтап, соған үйрену керек, сол ақшаға. Сосын ары қарай. Бүгін болған және осыған қосып кететін тағы бір ой. Бала сияқты болмаңыздар. Бұл ойды менің коллегам Дулат әлдеқайда айтып қойған. Батырхан бізге ешқандай жаңа ақпарат енгізбеді. Батырхан үндемей отырыңыз сұраймын. Рахмет. Ал біз ары қарай өзіміздің жалпы қорытындылауымызды бітіргеннен кейін сіздермен бөлісетін бір ақпаратымыз бар. Бізде алдағы уақытта TikTok желісінде челлендж болатын болады. Ол челлендждің негізгі мақсаты ол сіздердің ақша жинауыңызға себепкер болу. Яғни, сіз өзіңіз мақсат қоясыз, өзіңізге кез келген мақсат қоясыз, және сол мақсатқа өзіңіз ақша жинайсыз. Және де сол мақсатыңызға қойған ақшаңызды жинап жатқан кезеңіңізді видеоға түсіресіз де, соны бәрімізге көрсетесіздер. Челлендждің негізгі жаңағы мағынасы да сода, мақсат қою, оған ақша жинау және адамдармен бөлісу. Егер де сіздің өзіңіздің басқаларға үлгі болу, өзіңіздің ақша жинау жолыңызбен бөлісу адамдармен. Хэштег 91 отбасы хэштегімен сіз жалпы осы челленджге қатыса аласыз. Челлендж жайында толық ақпараттың барлығын алдағы уақытта немесе осы жерден біле аласыздар. Ал жалпы осы бейне сабақтан алған ойларыңызбен бөлісіп, пікір қалдырып кетсеңіздер болады. Ең қызық пікірлер мен ең қызық сұрақтарды біз таңдап аламыз да, біздің бір сабақта сізді шақырып, бетпе-бет көрісіп, сол сұрақтарыңызға жауап беруге тырысамыз. Біздің бейне сабақта қаржы жинаудың маңыздылығы жайында ақпаратпен сіздермен бөлістік. Келесі бейне сабақтарда біз қаражат жинауға арналған құралдар мен жеке ұсыныстарымыз туралы сөйлесетін боламыз. Алдағы уақытта тағы да бейне сабақтарда көріскенше 91 отбасы, ақшаларыңызды сақтаңыздар, бай болыңыздар. Сіздермен бірге болған 91 көріскенше.